Assalamu alaikum туғандар. Жалпы YouTube көрушілер. Бұйырса, мен сіздерге бұл чығарылышта жол таңдабас мұналарын көрсетемін. Чоң жол таңдабас мұналарды. Бүгін 2024 жылдың 9 июнь күні, апта күнгі жексенбі. Жоғарыда айтқандай, мен сіздерге мынашындай жол таңдабас салдуыздан қандай жол таңдабас мұна шығады. Корейс шығауы, европейс, американец, япошка болауы. Алдына жол таңдабас мұналарды бардың көрсетемін. Қолына керісінше лайктан басамыз, қолдауын көрсетеміз. Бұйырса бізге игілік қалап қойыңыздар. Бисмилла деп біз бұйырса мына шул Toyota Ferrari болып қалау, шул унадан баштаймыз. Унаның шығарылған жылы 2004, 3-4 куб, газ плюс газда бар екен. Басы 19.000 ақш доллар, байланыс номері 0552 менен 92-92-25 деген есі номері. Нашындай қараңғылатылған дөңгелектер Toyota Ferrari. Ошондой болобу, мен жакшы чоң жол тандабас унааларды жакшы биле бербейт экен. Эми болсо кийинки унабыз могул жерде RX туугандар Lexus 300 деген уна. Lexus 300 RX. Баасы канча экен таксыр? Тартып коелубу? 950 миң сом дейт туугандар. 2004 3 куб. Байланыс номерлерін тағы шашпай көрсеңіздер дағы болады. Егерде уна қызық болып жатқан болса. Баткенский учетта туғандар. Егерде уна қызық болса көріңіздер. Жасатчу жері жоға? Бары жақшы. Болды. Содасын берсін. Басында сіздерге айтты көрдіңіздер. Кейін күнауыз GX туғандар. 4-7. Қара түсті. Унан малымат қағазын көрсетейін мен сіздерге. Плюс газдағы бар екен. 2005 байланыс номерлерін көрдіңіздер. 4-7. 4-7-лер кімге қызық болса, мұна сіздерге бір вариант. Тағы азыр көк түстегі 4-7-дағы мен сіздерге көрсетейін. Төрт-жетілер. Салон жақ атшық болса көрсетемін. Дөңгелектерін көріңіздер. Салон жақ жабық. Негізі жол таңдабас унаны мен анча деле тартпаймын. Бұл чыгарылышта эми ушул унаның көрүүчүлөрү дагы бар бекен деген ойдо. Эгерде болсо ушундай колдоону көрсөтүп коюңуздар. Кийинки унабыз кайрадан эле GX туғандар. Бұл дәлі 4-7, унаның шығарылған жылы 2005, плюс газы дағы бар. Номері 58 менен 922-722 деген рейсін номері. Дөңгелектерін көріңіздер. Өзіңіздер бағаны бересіздер. Салон жақ білеке қаршы жауық. Кейін күн ал жерде Корейс, Kia не деген машина? Sorento. Kia Sorento, Sorento. Бағасы қанша екен бұрын? 24 мың доллар. Ішкі салон, мына кожаный, коричневый салон екен туғандар. Кожаный, электропривод, мультируль. Кондиционер, чоң монитор да бар екен. Үстінде бұл панорама люк, а? Люкта ішінен көрсеңіздер болады. Жүргені қанша пробег? 114 болып қалау? 114 мың. 4 стеклоподъемник. 7 орынды ба? Дизель. Плюс дизель. 2 дизель. Бұна қызық болса туғандар, мен сіздерге байланыс номерін қалдырамын. 2018 шығарылған жылы. Байланыс көрсеңіздер болады. Болды, тақсыр содаңыздарды берсін. Мұна шындай жол таңдабас уналар, қайрадайлы мұнал жерде номерді көрдіңіздер, номерді. Тақсыр бағасы қанша? Сізден емес пе?
жазылып туруп турабы 36 дейт, 35 деп тур. Плюс газ дагы бар 2011 жылы туугандар. 47 Land Cruiser сүйүүчүлөр. Мына кызык болсо көрсөңүздөр болот. 47. Бияка келе турган болсок, могул жерде 57 турат, 57. Lexus. 57. Буны көрсөтүп коелучу мына. Унанын чыгарылган жылы 2008, 57 баасы 36.000 AQSh доллар. Байланыш номерлерин көрүңүздөр. Assalamu alaikum. Бир тартып коелу. Машина каякта жүргөн? Кызылка. Бисмилла. Мына туугандар баарыңыздарга ушундай унаа насип кылсын дейбиз. Электропривод булжак. Мультруль. Канча жылдан бери колуңузда? 2 жылдан бери. Үстүндө люк бар экен. Буруса жасатчу жери жок, Жасатчу жери жок. Болду, соодаңызды берсин. Мага 5 издегендерге. Биздин көрүүчүлөр бар бекен ушундай жол тандабас унааны неме кылгандар, издегендер. Сатылдыбы? Мер 812. Ондар биз менен бирге болуп туруңуздар, алдыга карай жылабыз биз. Kia Sorento эле? Кайрадан эле туугандар, 57-тин жанындагы эле Kia Sorento 06. Унаанын чыгарылган жылы бул жерден 2018, бензин экен, 0771 менен 97 77 76 деген эс номери. Так, ошондо 2-4 болуп калат экен, 2-4. Салон жакты ачып койду. 4 стеклоподъемник, блокировка, разблокировка, электропривод туугандар, мультируль, кондиционер бар туугандар, типтроник, парковка полоса, автохолд туугандар, драйв мод. Тилекке каршы пробегти биле албадыгыз, бир сурапта көрөбүз эсинен. Эгер айтса айтты, болбосо жок. Мега салон. Уна кызык болсо байланышып көрсөңүздөр болот. Жол тандабас унааларга эми кошулат да. Пробеги канча? 67 миң. Акчасычы? 20 миң AQSh доллар. Уна кызык болсо байланышып көрүңүздөр. Болду, соодаңызды берсин. Ассаламу алейкум, Москвада иштеп эмгектенип жүргөн туугандар. Биз Казакстан Москва кирди чыкты кызматтабыз. Бизде көбүнчө Toyota Alphard үлгүсүндөгү кенен жолго ыңгайлуу унаалар. Жолго документтериңиз туура эмес болсо акысыз жасап беребиз. Жашоо шартка байланыштуу акчаңыз болбой калып кирип чыга албай жүрсөңүз, ал жагынан дагы жардам беребиз. Плюс 7-977 382 1093 Шергазы мырза жооп берет. Кайрадан туугандар, Баткенский учеттогу GX47. Маалымат кагазы жокко, бирок эми эсинен байланышып сөзгө тартайлычы. Өткөтөл, ассаламу алейкум. Таксыр. Бираз маалымат бербейсизби? Баасы канча? 17,5 жылычы? 2004. 4 табылар, Плюс газ барбы жокпу? Бар, Олар баасы канча эми жакын? Плюс, эми канча деп атасыз? 17,5 дедиңиз, Мындай светильниктер өзүнүкү же койгонсузбу? Өзүнүкү, Аксы. Мага. Баткенден алып келдиңизби? Кадамжай. Кадамжай. Туугандар, мына кызык болсо номерди бербейсиз, Берсеңиз берип коерүң. 0778, 600 700. Номер күртөгө. Машинага жараша дебейсизби? Болду, соодаңызды берсин. 155 Баткенский учет. Эми Кадамжайдан келиптир. Көрүңүздөр. Жол тандабас унаалар. Туугандар, жол тандабас унаалар демекчи, мына бул чыгарылыш кандай кетти эми? Алдыда Алла билет. Колдоп коесуздар. Туугандар, мына
RX 350. Lexus RX 350. Bundan koштойм ben. Бирок баасы билесиздер бизде жазыла бербейт ошто. Көпчүлүк унаага жазыла бербейт. Унанын чыгарылган жылы бул жерден канча дейт? 2007 дейт. Туугандар 35 куб. 58 менен 580085 деген эс номери. Дөңгөлөктөрдү көрүңүздөр. Кийинки унабыз туугандар кайрадан RX болуп калабы экен бул дагы. Абалы өтө жакшы дейт го. Ооба RX 350 туугандар. Абалы жакшы дейт. Байланыш номерлерин көрдүңүздөр. 35 куб. Бул эски выпускасы болсо, бул жаңы выпускасы. Мына ушундай кооздолгон дискалар менен экен. Дөңгөлөктөрүн өзүңүздөр көрүңүздөр. Ички салон бир сыйра тартып берелиби? Ассаламу алейкум. Таксыр кандайсыз? Бир тартып коелу. Баасы канча экен? 35 миң. Пробег родной булар, а? Километр экен, а? 51121 дейт. Комплектация булар кандай болуп калат? Полный, а? Так, мультруль, круиз контроль бар экен. Кожаный, молочный түстөгү салон, подстаканниктер, типтроника булар, а? Кондиционер, эми кондер бар. Чоң монитор дагы бар экен, үстүндө люк дагы бар. Мына кызык болсо, барыңыздарга ушундай унаалар насип болсун дейт туугандар. Көрсөңүздөр болот. Лайктан басабыз. Кийинки унаабыз мына жерде RAV4 дагы тартып коелу. Toyota RAV4 деген унаалар мына ушул. $21 миң дейт туугандар. Унанын чыгарылган жылы 2018, 25, абалы жакшы дейт. 53 менен 333-3702 деген эс номер экен. Салон жак тилекке каршы ачык экен. Салон жак ачык. Мына туугандар, мультироль, монитор бар, кондер бар. Үстүндө мына ушундай люк дагы бар. RAV4 ниет кылып жүргөндөр мына сиздерге дагы бир вариант көрүңүздөрчү. Так, бул жака жыла турган болсок, бул жерде дагы бир RAV4 экөө турат. Баасы канча экен? 23 миң дейт. 2020 туугандар мына экен. 25 байланыш номерлерин шашпай көрсөңүздөр дагы болот. Эгер унаа кызык болсо. 02-20-85. RAV4'төрдүн жаңы поколениясы туугандар. Дөңгөлөктөрүн көрүңүздөр, өзүңүздөр бааны бересиздер. Мына. Алам кабар деген. Алам кабар. Кийинки унабыз туугандар RAV4. Кайсы? Мына RAV4, сервер, буну тартым ага. Өзү канча деп аттыңыз баасына? Баасы бар, тартым буну. Жазып турат, го. Тартам го. Бул да сизденби? Ага, бул да сизденби? Сизденби? Тартып коелу, а? Унанын чыгарылган жылы 2017-25, баасы $21 миң дейт долларга. Байланыш номери 2 номер бар экен. Салон жак ачык, а? Бисмилла. Ички салон туугандар. Так, блокировка, разблокировка, 4 стеклоподъемник, мультруль, круиз контроль бар экен. Пробег 72 миң. 72 миң болуп калат пробег. Кондер бар. Машина кандай экен эми айдап атасыз? Сунушуңуз. Жакшы, только айдаш керек. Только айдаш керек, а? Только айдаш керек. Только айдаш керек, туура. Эми алгандан кийин айдаш керек. Болду, содаңыздарды берсин. Так, бул жака жылабыз дагы. Бул жерде кайрадан мен сиздерге GX көрсөтөйүнчү. GX 47 туугандар. Мына караңыздарчы, эмне бул? Машина жүрүп турат. Машина жүрүп турат экен. Машина сатылдыбы?
Baba oldu ekan, ha. Qancha bo'libdi bilmadingizmi? Baba bo'lyapti. Baba bo'lyapti dedi. Tak, tuğanlar keyinki unavuz qayradanlar. Lexus RX bo'lib qoladi, shunday. Yılı 2013-5 kup, байланыш номері 0550 менен 51 15 89 деген есім номері. İçki salonu молочный түстегі, кожаный салон RX 350. Assalamu alaikum. Тақсыр қандайсыз? Бағасы қанша екен? 19,5 мың. 19,5 мың дейді. 19,5 мың. Көресіздер, мына лайктан басыңыз. Туғандар, қайрадан жол таңдауға суналар тартуыны улантабыз. Мынаға Lexus'тар қатарынан тізіліп тұрады. Бұйырса, машул уналарда мен сіздерге таныштырамын. Екі Lexus'қа бағаны бересіздер, қолдайсыздар. Бұйырса, мына шу қарадан баштайын GX-тан. 4.7-ден. Туғандар, ұнаны шығарылған жылы 2007 4.7 24.500 ақш доллар. Байланыс номерлерін көрдіңіздер. Срочно деп жазып қойыптыр әме. Салон жақ жабық. Салон жақ жабық. Ұна қызық болса, көрсеңіздер болады. 4.7 іздегендер. Мына сіздерге бір вариант. Қара түсті. Айландырып бір сыра көрсетейін. Осы дөңгелегін көрейінші мына. Мына қара түсімен қызыққандар. Кейінгісі бияқта бұл ділі GX, бұл Lexus жаңы выпускасы, бұл бірақ бұл 4.6 болшы керек. 4.6, 460-тің жаңа поколениясы. Мордасын көрдіңіздер. Оштың учеттің ош обласын. Тартып қойылы, ассаламу алейкум. Тақсыр. Шығарылған жылы 2016 дейді. 4.6 оба. Тура таптық. Байланыс номерлері. Боғасы қанша тақсыр? Қанша? 45, а? Жүргені қанша? Пробег. Азылы олсы керек, а? 56 мың. 56 мың, ağız ekan o. Машина чек-чек, сырты өздел айтып тұрады. Машина таза өте. 4.6. Бұна сіздерге бір вариант. Ішкі салон, мына кожаный салон, мына көріп тұрасыздар. Мынакей, туғандар. Болды, содаңызды берсін. Машиндай ұна іздеп жүргендерге кейінгі ұнауыз қайрадан 450 RX Lexus RX 450 туғандар. Ұнан жылы 2012 дейді. Ұна гибрид болып қалау екен, жақандай. Гибрид екен да. Байланыс номерлерін шашпай көрсеңіз болады. 2012. О, 999 менен 00 40 94 деген есі номер екен. Бағасы қанша тақсыр? Қанша? 22.500. Гибрид ба? Гибрид туғандар. Мультируль, кондер іште одады. Салқын өте. Кожаный салон. Үстінде машиндай люк тағы бар екен. Кожаный салон. Электропривод. Мұна қызық болса көріңіз. 4.7 жүргенді көрдіңіздер. Ең бияқта дағы бір көк түсті дағы бір онар 4.7 тұрады. Аз ошонна тұрды көрсетейінші. Қайсыл? Хайландыр бі? Болды, Хайландырды көрсетейлі беріңіз. Аз бияқтан жылдыңыз бі? Хайландыр. Бұл жаңы выпускасынан екен, а? 2019. 2019. Онда жаңы поколениясы Ош обласының учетында. Онан шығарылған жылы 2019, 2.7. Свеж дейді. Байланыс номерін айтайлы. 0556 менен 96 56 66, 0706 менен 96 56 66. 24 мың. Ошондо жүргені қанша болып қалды? Пробег.
28 20 миң. миль, а? Так, ички салон туғандар. Кондер корпустар, подстаканник, типтроник, мультироль, кондер бар туғандар. 8 места. 8 места ба? Ең артында дағы бір қатар бар. Жақсы екен да, семейный машина екен да, почти, а? Бағасын қанша дедіңіз? 24 миң. 24 мың. Өзім атымдан. Бұл қаяқтың өндіруші ошонда европеец бе, американец бе? Американец. Американец болады, бұлар, а? Американец. Мына туғандар, дағы бір Хайландер көріңіздер. Сіздерге дағы бір вариант. Мұнан дөңгөлектерін өзіңіздер бағын бересіздер, мына ошондай қойылма дискаларымен екен. Болды, тақсыр содаңыз берсін. Қайсыл? Ашербин Санта-Фе. Санта азыр өтем аға. Мынаны тартып қойлы қатарынан бір чоңдау тарттым аз өтем. Кейін күнауыз GX туғандар 4 қайрадан бағасы $20,500 дейді. 2005 жылы шығарылған. Қандай дейді? Обмен дейді қой, түсінбей қалдым. Байланыс нөмірін айтып қойын, 99 менен 81 81 82 деген. Осындай көк түстегі GX-қа қызыққандар болса, байланыс көрсеңіздер болады. Біз алдағы қарай жылайды сені. Туғандар, білесіздер, мұнда енді HRV негізі базарға аз кереді, бірақ іздеп жүргендер көп. Біздің каналда дағы көп HRV-ні бір таптайды. Қош өлі жол таңдауыстан мұналардың арасында қош оғыз. Шығарылған жылы 2004, 16, 56 менен 96, 56, 66 баяқылы номер. Үстінде шындай люк тағы бар. Бағасы қанша тақсыр? 650. Жасатшы жері жоқ, а? Жасатшы жері жоқ. Бары жақшы. Қада ойларшы? Бұлар читірведі, читірведі. Подогрев бар алдыда. Подогрев бар астында. Жақсы. Спорт режим бар, люк бар. Люк тағы бар екен оға. Болды. Қана, бисмилла. 4 стеклоподъемник. Коробка автомат туғандар. Ичкі салон. Басын қанша дедіңіз? 650 мың сом. 650 мың сом. 650 мың сом. HRV. Анжанда Hyundai Santa Fe. Hyundai Santa Fe. Ұнанын шығарылған жылына келе тұрған болсақ, туғандар бұл 2018. Бұла 4 ды? 4 ды. Туғандар 2-4 дейді. Ұнанын ичкі алын азменстере көрсетемін. Свежий келді, Қырғызстан номері алын елек. Алын елек. Растамошка болған. Растамошка болған. Берелейім оформление қалады, болды. Жақшы. Бұның жүргені қанша болып қалыпты, пробег? 95 мың. 95 мың. Қашан келді бұл? Жақында бір ай болды. 2 жұма. Так, 4 стеклоподъемник туғандар, мультируль бар екен. Типтроник коробка, кондер тұрады туғандар, ичкі салон, мына шындай. Молочный түстегі виллюрдан туғандар. Бұл 7 орынды болып қалады же? Андай емес пе? 7 орынды емес, мұна? Арт жағына шықпайды, 5 орынды. Багажда кеңген. Багаж кеңген. Лага туғандар, багажы, Иші ай. Чоң екен туғандар. Салонға өзіңіздер назар саласыздар. Мұның бағасы қанша дедіңіз? 16 мың. 16 мың, а? 16 мың. Сөйлешу жолы бар туғандар. Айтылған бағасынан кем болады. Байланыс көріңіздер. Өзінікі дейді, краска, родной. Байланыс алыз туғандар. Мұнаке. Мұна шындай. Болды, содаңызды берсін. Мұнаке туғандар. Форанер болу өлі, қандай болатылы? Toyota жол таңдабас қайрадан. Бағасы 15 мың ақш доллар дейді. Ошонда болып қалауыз я? Жоқ, 703 менен 15.00.02 деген есі номер екен. Бірақ бағасы жазылып тұр. 2008. Бұна қызық болса, байланыс көрсеңіздер болады. Форанер. Жол таңдабастар туғандар, мұна шын түйеме. Бұл шығалышымызды жиынтықтайыз. Бұйырса кейінгі шағылыстан жолыққанға шейін аманшылықта барыңыздар. Сақ саламат бақуат жашоуда жүре беріңіздер. Сіздер урматта, біз болса қызматта дегендей. Қолдап қойыңыздар.